Бәріңе сәлем достар, сендермен бірге болайын. Бека достар, общем жігіттер, бүгінгі видеода мен сендерге өзімнің аккаунтыма обзор түсіретін боламын. Сендерге видеоны давайте лайктарыңды басып, арналып тіркеліп, барынша поддержка көрсетсек жігіттер. Общем жігіттер, мен осы аккаунтты может ойнатып қалуым мүмкін. Жақын арада мен новый аккаунт сатып аламын өзіме. Сол кезде осы аккаунтты сендерге ойнатып жіберетін боламын. Бірақ бұл мен аккаунтты 20 мың подписчик болған кезде ойнатып жіберетін боламын. Может 15 мың ба, может 15 мың, либо 20 мың подписчик болған кезде осы аккаунтты сендерге ойнатып жіберетін боламын. В общем, осы аккаунт айдин көріп алған боласыңдар, көріп алсаңдар осы маған запрос жасаңдар, бірге көтеріп, бірге ойнайтын боламыз. В общем, бұл аккаунтта менде осындай наборлар. Так достар, енді біз бас киімге келетін болсақ, осындай шаштарға келетін болсақ, бізде осындай керемет или керемет емес пе, білмеймін, шаштар бар әйтеуір. Енді бұл осындай құлағы бар, короче, осындай шаш бар. Мен наборының атын ұмыт қалым, қандайды, жрец, короче, бір бәле деген набор ғой жігіттер. Соның басы кезінде ол олд етші әрең түсіріп алғам, соның бар емес па. В общем, осындай бізде басында торты бар. Давайте жайына қойып қояйық. В общем, бізде сақалдарға келетін болсақ, осындай керемет имбовый нелер бар жігіттер. В общем, ондай сақалымыз бар, және мына тұр. Так, атын ұмыт қалым ше, сөйлейтін атын ұмыт қалым. Осындайлар бар, короче. Так, енді достар, вот көріп кетіндер, енді өздерің, енді мен кемейтін болам, что за сақал. Так, бұл сақал жараспайды екен, так что мына сақалды егізіп қоятын боламыз достар. В общем, өздерің көріңдер. Енді бұлай, енді мен бәрін айтып отырмаймын. Вот киімге келетін болсақ десек, мынандай бар екен ғой. Так, бетіндегі осындай керек емес шығар бұл. Енді так киімге келетін болсақ жігіттер, осындай прям имвовый, мынау әдемі көрінеді екен, базар жоқ, мынау әдемі көрінеді. В общем, менде бәрі әдемі көрінеді ғой жігіттер. В общем, менің аккаунтыма қанша баға бересіңдер, комментария жазып кетіңдер жігіттер, және де өздерінің айдиларында да комментария жазып кетіңдер. Мен запрос тастап, в общем, бірге ойнайтын боламыз. В общем, маған ранг көтеретін жігіттер мен қыздар керек. В общем, бірге көтереміз ғой. Вот осындай керемет енді үстіге киетін киімдеріміз бар енді достар. Так жігіттер, енді бізге киімдер қызық емес шығар деп ойлаймын. Мен сразу осы неге келгенде едеті оружиеға келек. Осындай бізде 5-ші уровеньдағы оружиеміз бар, және мынандай АК драконымыз бар жігіттер. АК-47 дракон, және де АК-47 ледяной дракон деген біздің оружиеміз бар жігіттер. Үшін так, мынау қанша көтеру керек? 7-ге. Так, 400, короче, мен көтерім десем, смело көтеріп салам. Прям оп-оңай десе де болады. Так, осындай енді, так, мынандай АК дракон. Так, мынау не тағы? Надо скорострельность урон. Мына жерде тоже скорострельность плюс 2 урон екен ғой. Так, нормально. Так, бізде еще скарға білесіңдер ма сор? Легенда ғой, скар титан бар, және де скар купидон бар. Скар титан, скар купидон просто мощный ғой екеуі де ше. Так, енді гразаға келетін болсақ достар, бізде қазір гразада достар бізде осындай 3 скин бар. Так, және X78 осындай бар. Баяғыда инкубатор дегенде болатын еді. Инкубатор дегенде кім білет, лайктарын басып арнаға тіркеліп, және комментарияға инкубаторды мен білем деп комментария жазып кетіңдер жігіттер. В общем, міне осындай бар жүздері. Так, AN94 дейсің ғой, короче, плазма еще мынандай бар. Ауық білесіңдер ма? Анау Криштиану Роналду шыққан кезде сол ауықты шығарған бар емес па? Просто имба еді ғой сол кезде ше Криштиану Роналду. Осындай керемет аккаунттар бар. Так, юмқа достар, осындай не бар, короче, юмқа осындай скиндер бар, короче, я. Так, MP5-қа осындай скин бар жігіттер менде. Енді білмеймін, мен нормальный деп ойлаймын, себебі скорострельность 2 болса, жамайтеге кайфта. X78 осындай 2 бар. Осындай жасылын аламай қалған ем бар емес па? Сосын мына жерде механический М40 бар, осы бар емес па? Атай механический, просто баяғыда легенда еді ол бар емес па? Бүткіл ютубер, бүткіл трэшер барлығы тек сымен ғана ойнайтын еді жігіттер. Қазір жол қойылып кетті да. Так, ұзындар башқа сүрмейді, осы 3 скин бар. Бұл 3 скинді достар неге қойған ғой айтайын ба? Неге? Инкубаторға қойған ғой баяғыда. Тоже бір скины бар еді, оны аламай қалған жайым бар енді. Так, және достар, бізде мына жерде Винчестерға 3 скин бар екен жігіттер, короче. Попугай бар. Вот осындай қызыл түсті не бар тағы да, короче, осындай енді нәрселеріміз бар енді. АВМ-ге қызық емес шығар жігіттер, АВМ қатты. Так, Диглға осындай скиніміз бар, және ближний бойға жігіттер катана, мына катана ассаляму алейкум деп тұр ғой жігіттер. Так, мынау найзаға екен да.
ал мынау қарасы жетіп ой Саске учиха Саске короче мама қараңдаршы мынаған қарағанда мынау қарасы әдемі көрінеді ғой да, қарасы мощный көрінеді ғой, бай еще банкай деп құлатасың ғой прям. Маған просто кайфский ғой жігіттер ше. 20 мың подписчикқа тез жеткізсек сол кезде осы аккаунтты ойнататын шығармын достар. Так енді стенаға келетін болсақ жігіттер, бізде құлаққа осындай 2 стена бар, ал ойбай құлаққа 2 скиніміз бар, ал мына бауырым күтіп тұр сәл 2-3 минут. Так достар, бізде осындай граната қызығымша стена қалды, осындай стена бар. Мына ақ стена бар емес па, прям импой және де не ғой, олд скин ғой, анау ақ скин бар емес па, олд скин. Так что лайктарыңды басыңдар, кім біледі лайктарыңды басып отырыңдар. Баяғыда сол ақ скинмен бар емес па, ырыс деген қырғыз ютубер ойнайтын еді, короче, достар. В общем, осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеоңызға лайктарыңды басып, тіркеліп кетіңдер жігіттер. В общем, всем пока, давайте.